тыңдаушылар, қоғамдық тыңдау өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде, яғни төрағасы болып өзімді ұсынамын. Мен аты жөнім Әбілмарс Ерланұлы, Қызылжар кенті әкім аппаратының кеңесші басқарушы міндетін уақытша атқарушы, инфрақұрылым тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жөнінде бас маманы. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Бұл жобаның тақырыбы Еңкай кен орнының нөмірі 3 учаскесінде тәжірибелік өнеркәсіп өндіру жобасы бойынша қоғамдық тыңдау. Экологиялық баға беру материалдары мен қоршаған ортаны қорғау бөлімі рұқсат етілген шығындылар нормасы, қалдықтарды басқару бағдарламалар және іс-шаралар жобасы, экологиялық бақылау бағдарламасы. Бұл жұмыс жобасының ұсынушысы Қазатом өнеркәсіп ұлттық акционерлік қоғамы. Жұмыс жобасының және ықтимал әсер ету есебінің бас дизайнері жоғарғы технологиялар институты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұл жобаның орналасқан жері бұл Қазақстан Республикасы Түркістан облысы, Созақ ауданы, осы Тайқоңыр елді мекенінде. Бүгінгі жиналысқа жобаға қатысты жоба жетекшілер мен ұйымдардың мамандары және мүдделі өкілдері Zoom арқылы қатысу қажет. Ендігі кезекте қоғамдық тыңдаудың регламентіне тоқтала кетсек, баяндама жасауға 20-35 минут, қосымша сөйлеймін дейтіндерге 5 минуттан беріледі. Осыған келісеміз. Осыған ұсыныс сұрақтарыңыз болса, баяндамашыны тыңдап болғаннан кейін талқылауға көшеміз. Бұл баяндама аяқталғаннан кейін жоба бойынша ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, аты жөндеріңізді атай отырып сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Осы регламентте келіссеңіздер, қоғамдық тыңдаудың күн тәртібі және регламент бір ауыздан бекітіледі. Ендігі кезекті жоба бойынша баяндамашы сөз кезегін беремін. Мен Ерасыл, есімім Манапов Ерасыл болады, жоғары технологиялар институтының кіші ғылыми қызметкері қызметін атқарамын. Бүгінгі жаңа атап өткендей Еңкай кен орнының 3 учаскесінің тәжірибелік өнеркәсіп өндіру жобасы бойынша қоғамдық тыңдау өткіземіз. Жобаның тұтынушысы Қазатом өнеркәсіп ұлттық акционерлік компаниясы, жұмыс жобалаушының бас дизайнері және жоғарғы технологиялық институты. Жобаның орналасқан жері Қазақстан Республикасы Түркістан облысы, Созақ ауданы. Көріп отырғандар, Қазақстан және жоғарғы технологиялық институты. Учаскенің орналасуы жағдайлық жоспары. Еңкай кен орнының 3 учаскесі, ол Тайқоңырдан солтүстікке 20 шақырым жерде орналасқан. Уран кенді аудандастыру тұрғысынан кен орны Шу Сарысу Уран кенді облысының батыс бөлігінде орналасқан. Солтүстік шығысында Мыңқұдық кен орны, оңтүстігінде Буденновский кен орындарымен шектеседі. Және бұл жұмыстарды Волковская геологиялық барлау экспедициясы 76-78 жылдары ашылған болатын, және 99 жылдарға дейін жалғасын тапқан. Учаскенің жаңағы қоры, болжамдық қорлары С1, С2 санатты қоса есептегенде 83.158 тоннаны құрайды. Оның ішінде С1 санаты бойынша 40.414 және С2 санаты бойынша 42.744 қорды құрайды. Және технология бойынша атмосфералық ластайтын негізгі көздер ол жер жұмыстарының инертті материалдарының уақытша ашық қоймалары, дәнекерлеу жұмыстарының ұшқындары, лак бояу материалдарымен жұмыс, көлік жүргізу кезінде шаңдары, компрессорлар жұмыстары, бұрғылау жұмыстары, гидрооқшаулағыш материалдармен жұмыстар. Атмосфералық ауа. Жалпы учасканы игеру барысында шығарындылардың 11 көзі анықталған, оның ішінде 4-і ұйымдасқан және 7-і ұйымдастырылмаған. Атмосфералық көздерге 14 ингредиенттен шығарылатын, оның ішінде бір қауіптілік санаты бензопирен және қалған қосылыстар бар. Атмосфералық ластаушы заттардың шығарылған есептеу ол 2024 және 29 жылдардағы жобаның бұрғылау жұмыстарымен байланысты болып келеді. Және ластаушы заттардың 2026 жылға тиесілі және жалпы қоры 4,45 тоннаны құрайды. Модельдеу нәтижелерін талдау санитарлық қорғау алаңына шекарасында және есептелген нүктелерде ластау көздерінен шығарылатын ластаушы заттардың концентрациясы шекті рұқсат етілген көрсеткіштен аспайтынын көрсетті. Бұл аумақтар үшін санитарлық қорғаныс алаңынан бұрын құрылған және кен өндіру шекарасының кемінде 500 метр аумақты құрайды. Ауаның әсерін бағалау қоршаған ортаны қорғау шараларының тізімі Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 4-ші қосымшасында қарастырылған. Негізгі механизмдерінің электр жетегі бар агрегаттарын пайдаланып бұрғылау жұмыстарының жүргізу, бұрғылау жұмыстарының мұқият технологияларын реттеу, жұмысты жақсы тәжірибеге сәйкес жүргізу, сонымен қатар бұрғылау алаңында және оған жақын аумақтарда қалдықтар мен құрылыс қалдықтарын жағуға тыйым салу,
тасымалдау кезінде жүктердің шанақтан төгілуін және шаң басып кетуін болдырмайтын кузов шатырлармен жабдықталуы болып табылады. Сумен жабдықтау және канализация жер үсті және жер асты суларына әсерін бағалау. Бұрғылау жұмыстарын мердігер компания жүргізеді. Жұмысшыларды орналастыру контейнерлік типтегі үй-жайлармен қамтамасыз етіледі. Сол жерде жұмысшыларға тамақ, санитарлық қызмет көрсету ұйымдастырылған. Су тұрмыстық қажеттіліктерге қолданылады. Өнеркәсіптік ағынды сулардың ағуы жоқ болып табылады. Бұл уран алынуының технологиялық шешімдері тұйық циклда қолданылғандықтан геотехнологиялық алаңда өндірістік ағынды сулар қалыптаспайды. Сумен жабдықтаудың су шығынын және сарқынды суда есептеу параметрлері осы келесі 24-29 жылдар аралығында осындай көрсеткіштерге ие. Және байқап отырсаңыздар 2027 жылы ластаушы заттардың қоры су тұтыну заттарының немесе көрсеткіші нөлге теңді. Себебі бұл жылдары бұрғылау жұмыстары жүргізілмейді. Зияндық әсерлердің азайту шаралары Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 4-ші қосымшасына сәйкес жоба ұңғымаларды салу кезінде су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану бойынша келесі шараларды көздейді. Пайдаланылған бұрғылау ерітінділерін қайта пайдалану, шұңқырларды және оның ішіндегі кен гарнизондарының шламды бұрғылау, мамандандырылған бұрғылау шламдарын тазалау, шұңқырларды жою және рекультивациялау жұмыстары жатады, және цементті сақинау бірінші су қабатының бетінен жүргізіледі. Өндіріс және тұтыну қалдықтарының түзілу көлемдері. Қалдықтардың жинақталу шектері ол майланған шүберектер, тұрмыстық қалдықтар, дәнекерлеу ұшқындары, радиоактивті емес бұрғылау шламдары болып табылады. Және 2024-29 жылдар аралығында көрсеткіштері майланған шүберектер 0,4 құрайды тонна жылына, және тұрмыстық қалдықтардың 4,5 тоннаны құрайды. Дәнекерлеу ұшқындары 0,2, радиоактивті емес бұрғылау шламдары ол сәйкесінше 24-29 жылдар аралығында 6069 және 277 тонна жылына құрайды. Қазақстан Республикасының экологиялық 4-ші қосымшасына сәйкес технологиялық жабдықтың көлік құралдарының және арнайы техниканың сенімді және ақаусыз жұмысын қамтамасыз ету, іске асыруға арналған шаралар. Қалдықтарды барлық қажетті сақтық шараларын сақтай отырып ұйымдасқан топтарға ғана жинау, қалдықтарды қауіптілік деңгейіне байланысты бөлу, қалдықтарды арнайы қауіптілік деңгейі мен санатына тиесілі белгілі бар бүтін контейнерлерге жинақтау, ластаушы заттардың топыраққа одан кейін жер асты суларына өтуіне жол бермеу, жасалған шарттарға сәйкес қалдықтарды уақытылы шығару, қалдықтарды тасымалдау кезінде немесе көлік оқиғасы кезінде қоршаған ортаны ластау мүмкіндігін болдырмайтын мөрленген арнайы контейнерлерде тасымалдау болып табылады. Физикалық әсердің қоршаған ортаға болжамды әрекеті. Жоспарланған жұмыстардың орындау барысында адам денсаулығына және қоршаған ортаға әсер ететін физикалық факторлардың әсері сөзсіз орын алады. Бұл ең алдымен шу, діріл және электромагниттік сәулелену болып табылады. Жер жамылғысы және жануарлар дүниесіне әсер етуі бағалау. Топырақ өсімдік жамылғысы және жануарлар дүниесіне әсері. Біркелкі климаттық жағдайда және рельефке қарамастан табиғи өзгермеген өсімдіктер қауымдастығының құрамына айтарлықтай біркелкі емес. Бұл ең алдымен ұсақ топырақ қабатының қалыңдығы, топырақтың механикалық құрамына, сондай-ақ оңай иілетін тұздардың тереңдігіне байланысты болып табылады. Басқа да қосатын кенішті игеру сирек және эндемикалық түрлердің популяцияланған зиянын тигізбеу керек, өйткені жоғарыда аталған өсімдіктер өндірістік процесс әсер етпейтін аумақтың барлық жерде кездеседі. Мұндай жағдайларда мәдени өсімдіктер өсіру мүмкін емес. Зиянды әсерлерді азайту шараларының Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 4-ші қосымшасына сәйкес бұрғылау жұмыстарының өсімдіктерге әсерін азайту шаралары. Бұрғылау бастамас бұрын жол желісін ретке келтіру, көлік құралдарының қозғалысына және бұрғылауға байланысты жұмыстардың белгіленген учаскелерден және жабдықталған жолдардан тыс орындауға жол берілмейді. Жұмыс орнында барлық жерде қауіпсіздік шараларын сақтау, бұрғылау жұмыстары аяқталғаннан кейін аумақты тазалау, өндірістік қалдықтар, тұрмыстық қалдықтарды және құрылыс қалдықтарын кәдеге жарату, антропогендік рельефті жою қажет. Қоршаған ортаны қорғау шаралары, атмосфералық ауаға жансыз әсер ету шараларының мыналары жатады. Шаңды басу үшін су бүркігіш арнайы құрылғыларды қолдану, шаңды материалдарды тасымалдайтын көліктерді қаптамалармен жабу, жұмыстың басым бөлігін электрленген жабдық есебінен жүргізу, ағынды суларды жинауды, сақтауды және кәдеге жаратуды ұйымдастыру, мамандырылған тығыз жабылған контейнерді тасымалдау, арнайы бөлінген орындарда жанармай құю және жабдықтарды жөндеу, құрылыс алаңының өндірістік және тұтыну қалдықтарынан жинауға арналған контейнерлермен жабдықтау, атмосфералық ауаның дәлізіне экологиялық мониторинг жүргізу. Төтенше жағдайларды оптимал әсерлерді бағалау.
жұмыс істейтін персоналдың қауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғаудың қамтамасыз етуде ең маңызды рөлді ережелер, нұсқаулар мен стандарттар жүйесі атқарады. Олардың сақталуы басшылар мен барлық қызметкерлер үшін міндетті болып табылады. Жабдықты пайдаланумен байланысты жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін осы жабдықтың техникалық паспортын сақтау және өрт қауіпсіздігінің шараларын сақтау қажет. Жабдықты пайдалану қауіпті заттармен жұмыс істеу, өндіріс қалдықтарын жою кезінде жобалық шешімдер мен қауіпсіздік ережелері сақталса, төтенше жағдайлар іс жүзінде азайып, ең төменгі ықтимал деңгейіне дейін төмендейді. Экологиялық тәуекелді бағалау. Әлеуметтік экономикалық аспектілер және экологиялық тәуекелді бағалау. Аймақтың экономикалық және өнеркәсіптік әлеуетін арттыру, жергілікті бюджетке салық түсімдерін арттыру, жаңа жұмыс орындарын құру, Қазақстанның отандық өнім, материалдар мен жабдықтарды пайдалану, халық табысының артуы, халық сатып алу қабілетін арттыру, қаралатын салаларда халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасын арттыру, инфрақұрылым мен әлеуметтік саланы дамыту, аумақтың инвестициялық тартымдылығын арттыру болып табылады. Қорытынды. Қоршаған ортаға әсерді талдау жобаланысының әсері келесідей болып табылады. Яғни геологиялық ортаға қазба жұмыстары кезіндегі әсері уақытша және шамалы, атмосфералық ауаға жылжымалы дизельдік электр станцияларын жоспарлау жұмыстары кезінде әсері орташа, су ортасы, сапалы ауыз су тек тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктеріне ғана тұтынылатын болғандықтан әсері елеусіз деп бағалауға болады. Жер қойнауына және жер асты және жер үсті суларына көліктердің қозғалысы әсері уақытша және шамалы болып табылады. Жер ресурстары өсімдік қабатының құрылыс техникасымен, бұзумен, қазумен, аумақтық құрылыс қалдықтарымен, мұнай өнімдерімен ластаумен байланысты болып табылады. Барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін бұзылған жерлер рекультивацияға жатады. Әсері уақытша, біржолғы және орташа болып есептелген. Флора мен фауна құрылыс техникасының жұмысымен байланысты болып табылады және әсері шамалы деп бағаланған. Төтенше жағдайлардың туындау мүмкіндігі төтенше жағдайлардың барлық ықтимал түрлерін залалсыздандыру шараларымен барынша азайтылады. Әсерді бағалау әзірленген жобаны жүзеге асырудың экологиялық қауіпсіздігін көрсетті. Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, табиғи ортаның құрамдас бөліктеріне ықтимал әсердің объектінің тікелей орналасқан аумағымен шектеледі. Әсерлердің шамасы айтарлықтай төмен және рұқсат етілген стандарттарға сәйкес келеді. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз жауап болса, аты жөніңізден бастап сұрақ қойсаңыздар болады. Баяндамашыға пікірлер, сұрақтарыңыз бар ма? Осы қоғамдық тыңдау бойынша, баяндамасы бойынша. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, біз мұнда түсінгенбіз ғой мен. Экологтар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Арамыз бәрі жаңағы өндіріс саласында істейтін кісілер, сұрақтарыңыз болса. Басқа енді сұрақтар жоқ болса, қоғамдық тыңдауды өткізіп, қол көтеру арқылы дауыс беру қажет. Өткізіп, қол көтеру арқылы дауыс берсеңіздер. Енді сұрақтарыңыз жоқ болса, қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймыз. Келіп уақыт бөліп қатысқандарыңызға рахмет, көп сау болыңыздар. Сіздерге де келіп жақсы, сау болыңыздар. рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Істеріңізге берекет берсін.